неге самке мінуге 30 апта заводқа баруға бола ма әйеліне? Кімге? Менің партнерім ғой. Әйел екеуі жаңа сіз ауыр аяқ әйел баруға бола ма деп қайсыларыңыз сұрадыңыздар? Мен сол сұрағам. Болмайды. Мен анау күні 500 адамдық жиналысқа барғам, осы Қытайдың компаниясының. Сол кезде айтады да, енді сол жерде партнерлардан естідім. 500 адамдық өте мықты миллионерлер ол жердегі, біз секілді, ол секілді партнерлар емес. Ол жерде жіктейді. Ең мықты статустарды ғана отдельный жиналысқа қатыстырады. Айына 60 миллион балл орындағандар, Алла берса, 60 миллионнан жоғары орындағандар, Алла берса, сол жиналысқа қатысамыз. Өте көп Қытайлардан үйренеріміз бар. Сол кезде сондай осындай компанияның жиналысына бір әйел бала ертіп барыпты. Бала. Гүлмира, сосын кейін ана 7 миллиард 500 миллион алатын кісі, осы компанияның нөмір 1 шегінің командасы ғой енді бүкілі. Сол жерде тұрады екен да, ана балаға көп ақша береді екен. Енді ол бала не үшін барады? Ол бала жаңағы шешесі апаратын жер болмай қалған ба, әйтеуір бірдеңе болғанда, енді бір себеппен апарады ғой, жай апармайды. Баласын алып барған себепті, сосын кейін әлге бүйтеді екен, балаға ақша береді екен, біраз ақша береді екен. Сосын кейін жиналыс тарағаннан кейін, сол ертіп барған әйел бар ғой, бала ертіп барған әйел, соның үстіндегі спонсорлардың бәріне штраф жасаған ғой, бәленбай ақша. Штраф жасап, сол ақшаны қайырымдылық қорына жіберген. Не үшін штраф? Сендер неге бала алып келесіңдер? Бұл бизнес дейді. Бұл барахолка емес деп тұр, біріншіден. Екіншіден, егер де Қытайда өте жауапкершілік алады бір нәрсені. Егер де бала бір нәрсе болса, жол апаты болып, болмаса басқа бірдеңе болып, балаға бір жағдай болса, ол компанияға келеді. Несі. Сол үшін жаңағы компанияны қорғау мақсатында ғой, біріншіден. Сендер қайда үшіндер, естеріңді жинаңдар деген әңгіме ғой. Дұрыс қой енді бала ертіп жүрген енді той емес. Бала ертуге болмайды, той емес. Бізде де соны айтып отырман. Бізде де конференцияларда балалар алып келіп жүреді, бизнесте, офисқа балалар келіп жүреді. Сосын кейін жаңағы айтып отырғаным, ауыр аяқ әйелдерді болмайды, апармаңыздар, иә? Құдай сақтасын, ертең ауыр аяқ әйел деген өте не ғой? Самолетпен тем более ұшуға болмайды. Давлениесі болса. Сізден сұрауға бола ма? Мына немеде Қытай деп жатырсыздар ғой, соған обязательно лидерлар ғана бара ма? Жоқ әлде бізде? Не обязательно. Қазірге бәрі түсіндіреді. Не обязательно лидер. Даже пописка жасамаған басқа компанияның лидерлері де бар ғой. Мен барып көрсем компанияны десе, можно болады бәріне. Жақсы. қымбатты достар, міне қазір мен Сайрагүлдің несін жіберіп отырмын. Барлықтарыңыз кім бар? Естіңіздер ғой қазір. Кез келген адам бара алады. Тек қана бала болмау керек. Зұлым әлі басталған жоқ па? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жоқ, әлі басталған жоқ. Тосып отырмыз. Рахмет. Сондықтан бар. Жұмысты бастай берейік онда, е? Жинап болған шығар, пожалуйста. Жұмысымыз бар еді тоже. Саламатсыздар, Сайрагүл? Саламатсыздар. Осындай керемет бизнеске келіп жатсыздар, е? Аллахтың қалауымен. Менің атым Құсанқызы Сайрагүл. Осы емелен бизнесте 8 жыл болды жұмыс жасап отқаныма. Қуанамын, яғни осы бір керемет жүйеде келе жатқаныма. Себебі менің өмірім осы сейіт арқылы өзгеріп жатыр, Аллаға шүкір. Өзім 11 ғана бітіргенмін, мен өзім, Қытайда. Сосын мен Қазақстанға келгенмін, бірақ өзім жаңағы орыс тілін білмеген себепті, жаңағы ешқандай неге жоғары мектепте оқи алмаған себепті, 3 жыл барахолкада жұмыс жасадым, 3 жыл кафеде администратор болып істедім. Соңғы 3 жыл үйде отырғанда маған осы сейіт әлемі келеді, осыдан менің өмірім түбегейлі өзгереді. Сол кезде менде мақсат болды. Аллахым дедім, менің өмірімді осы сейіт әлем арқылы өзгерттің ғой. Мен де қаншама қыздардың, отбасындағы аналардың үлкен жетістікке жетуіне себеп жасайыншы деген өте жоғары мақсатым болды.
Аллаға не айтсаңыздар соны тыңдайды. Сонымен міне осылай сейіт әлемінде келе жатқаныма 7-8 жыл болды. Содан күндердің күнінде деп әңгіме айта берейін. Қаншама Қазақстан компанияларда болдым, жетістікке жеттім, бір жылда 4 үй алдым, командамнан 15 қыз үй алды. Сосын кейін жаңағы күніне 2 миллион да ақша таптым сейіттен. Бір жылда 150 миллион ақша таптым. Аллаға шүкір. Барлығы жалғыз мен емес, команданың арқасы. Өткен өміріме разымын. Әр адам өткен өміріне разы болу керек. Бүгін біз кімбіз? Бүгін біз өзіміздің образымыздағы адамбыз. Кеше сіз кімсіз? Кешегі образыңыздағы адамсыз. Яғни бұл бизнеске келдіңіздер ма? Сіз үлкен арман мақсатпен келдіңіздер. Просто так аналар неге бара жатыр екен ана жимуда? Бірдеңе беріп жатыр ма екен? Жоқ, олай емес. Сіз қандай образбен кіріп, осы бизнестен қандай үлкен жетістікке жетемін дейсіз, сондай жетістікке жетесіздер. Адам, бұл жерде біз көз өнімін сатып жатырмыз, іс-при сатып жатырмыз, жырғап жатырмыз, и денсаулық өнімін жаңағы ағза тазалау жіберіп жатырмыз. Оның барлығы инструмент. Біздің үлкен бай қуатты болуымызға өте үлкен инструмент. Біреулер мына жерде денсаулық үшін келіп отыруы мүмкін. Біреу табыс үшін келіп отыруы мүмкін. Біреу отбасы үшін келіп отыруы мүмкін. Қандай мақсатта келсеңіз де, бір күнде бәрі оңалып кетпейді. Барлығына уақыт керек. Барлығына сенім керек. Барлығына шешім керек. Бірінші біз шешім жасауымыз керек. Мен осындай бизнесте 3 айдан кейін мынандай жетістікке жетем, 6 айдан кейін мынандай жетістікке жетем деген шешім мубио деп айтады. Шешім, мақсат бізді алға қарай жетелейді. Ел қалай көшеді болып жүрсеңіз, бір күні бұл бизнестен кетіп қалуыңыз мүмкін. Алланың қалауымен сіздер осы бизнесті сұрадыңыздар. Аллахым маған бір күшті бизнес берсеңіз, Аллахым мені осы қарыздан шығуыма, Аллахым менің денсаулығымның өзгеруіне деген жүрек сөздеріңіз Аллаға жетті. Сол үшін сіз осы ұзымда отырсыз. Сол үшін әуелі Аллахқа, екінші осы ұзымға келген әрбір спонсорларыңызға, осы группаға қойып отырған әрбір спонсорларыңызға рахмет, благодарю. Сонда біз өсе береміз. Просто так нәрсе болмайды. Талдың жапырағы жерге просто так түспейді. Бәрі Аллахтың қалауымен түседі. Сол үшін осы неге келіп жимуға келіп отырсыз ба? Өте үлкен қадамға келіп отырсыздар. Өте үлкен корпорацияға келіп отырсыздар. Кеше мен де болғам, анау мынаны мен де сатқам. Анау мынау компанияда мен де болғам. Бірақ кейбір компаниялар бізді сындырды. Командамыздың алдында. Естіп отырсыздар ма? Иә, естіп отырмыз. Естіліп тұр, Сайрагүл ханым. Яғни біз адамдарға спри беріп жатырмыз, адамдарға көз өнім беріп жатырмыз, адамдарға ағза тазалау беріп жатырмыз. Басқышпен қолданғанда результат болады, дұрыс па? Сол сияқты біз де бұл бизнесте келдік па, пайетта басқыш болады. Бірінші үйренуіміз керек. Үйренгеннен кейін не істейміз? Жаңағы өзімізді үйреніп аламыз ғой. Мына жерде қандай өнім бар, қандай маркетинг бар. Сосын кейін біз бұған сенім артамыз. Сенім артқаннан кейін бұл жерде нәтиже болады. Бізді бизнестен кетіретін бір нәрсе бар. Ол жалқаулық емес. Мен жалқау болғаннан кейін кеттім емес. Бізде бизнесті кетіретін нәрсе сенімсіздік, күмән. Шынар, мен сені тіркей алмадым. Сол үшін біз күмәнді алып тастау үшін не істеуіміз керек? Аллахым бізге үлкен корпорация берді ма? Ертең бізге жол түсіп тұр ма саяхатқа? Ертең біз сол күмәнді сейілту үшін қандай корпорацияда жұмыс жасап отырмыз? Арманымызды шыңдайтын, арманымызға жететін. Ертең миллиондап ақша тапсақ та ол компания бізге бере ала ма? Бұл компанияның өнімі шынымен де керемет па? Жаңағы миллиард халықты жалпы қаратып отырған өте керемет компания болса, мен көрейінші, менің арманым бек қой. Мен бұл группаға просто так келген жоқпын. Мен бұл зымға просто так келген жоқпын. Значит, маған барып көру керек деген ниеттеріңіз болсын. Сіздің ниеттеріңіз, сіздің күмәндарыңыз, сіздің жаңағы айттым ғой, бизнестен адамды кетіретін күмән деп. Қандай да бір күмәніңіз болса, или продукцияға, или маркетингке, или компанияға жүріңіздер. Алла қаласа осы 3 күнде билет аламыз. Билет жаңа мен көрдім. Қанша болды?
288. 288 ба? Астанадан көріп тұрсыздар ма, Алматыдан көріп тұрсыздар ма? Астанадан 288-де шығып тұр, Мен жаңа Алматыдан қарағанда 235 мың болды. Жаңа қарадым. Билетті самолетқа алған сайын, біз егерде дәл бүгін 10 билет алсақ, бүгін, жаңа самолеттің орындықтары азаяды да, самолеттің орындықтарының бағасы қымбаттай береді. Кім алдымен алады, арзан алады. Ол автомат система. Түсініңіздер ма? Сол үшін жаңа күмәнімізді сейілтейік, осы бизнесті барып көрейік. Алла қаласа біздің армандаған корпорациямыз ертең жаңа жылдың бірінен бастап официальный ашылады. Жаңа жылдың бірінен басталады. Бағаларымыз чөт-чөт өзгереді, оның бәрін айтам қазір, Официальный ашылады. Соған біз командамызды шыңдап, өзімізді шыңдап, мен мысалы осы жаңа сіздерге айтып отқан әңгімемнің аяғын жалғастырайын. Бірнеше компанияларда болдым, үлкен жетістікке жеттім, үлкен табысқа жеттім. Бірақ ең соңында не болды? Ең соңында мен Сейт әлемінен кеткім келді ғой. Тұрып кетсін Сейт ойың деп. Себебі қанша үлкен команда жинайсың, бір жылдан кейін рахатын көрем дегенде или компания жабылады, или инвестор лақтырады, или бірдеңе болады. Компанияның тарабынан мына лидерлер соңғы 3 жылда қазақстандық компанияларды бәріне шашпаймын. Барлығы мықты. Мен рахмет айтам. Қазақстандық компаниялардың арқасында мен өскем. Ешқандай шетелдік компанияларға тіркелмейтінмін мен. Өйткені мен патриот едім. Қытайдың қазақ едім. Мен патриот едім. Қытайдың Қазақстанның компаниясын көтерейік. Қазақстан өзіміздің продукциямыз. Осылай тек қана Қазақстан компанияларда істеп келдім. Сол компаниялардан жетістікке жетіп келдім. Бірақ ең соңында Аллаға шүкір өте үлкен жетістікке жеттім, рахмет айтам. Бірақ ең соңында мені сындым. Вообще Сейт әлеміне кетем деп шешім жасағанда осы Аллахтан сұрап жүрген осындай маған егер керек болса мықты корпорация келсін, келмесе мен Сейт әлеміне әдемі осылай алып кетші деп Аллахымнан сұрап жүргенде есімді қағып ардаққаным келеді. Осы компанияны менің командам мотивация береді маған. Сайрагүл ханым, біз саған еріп жаман болған жоқпыз. Біреуіміз айына бір жылда 40 миллион қарызымыздан шықсақ, біреуіміз Астанадан не алсақ, давай осы жерде осы компанияда бірге істейікші деген олардың мотивациялық сөзі. Сенің 4 балаң бар ғой, саған үйде жатуға болмайды. Мен негатив болып қалдым ғой, вообще Сейттен кетемеген адаммен. Сол кезде командама рахмет айтам, алғысым шексіз, мен үйден оятып алып шыққан. Сонымен корпорацияға барамыз. Сізде де бүгін күмән болуы мүмкін, да? Мен мысалы осы бизнесті видео отырғанда 13 адамды жинадым, жаңағы корпорация туралы. Осындай корпорация кеп тұр. Сол кезде 13 адам біз баспен қабылдадық. Қандай күшті, не болса да барып көреміз ба деп. Істеп кетейік десек, біз қорқып тұрмыз. Өйткені аузы күйген үрлеп жеді. Мына бизнес ертең тағы бірдеңе болмасын деген күмәніміз бізді алдыға жібермейді. Сол моментте біз талап қойдық компанияға. Біз барып келсек, көріп келсек. Сол кезде біз 13 адам барамыз. 13 адам барғанда басқа энергия аламыз. Басқа арман мақсат қоямыз. Осы компанияға сеніміз 200%-ға көтерілді. Содан энергиямыз жанды. Жүрекпен қабылдадық. Жүрекпен бизнесті қабылдағанда энергия көтеріледі. Егер сіз бүгін бизнесіңіз жүрмей тұр ма, ақсап тұр ма, команда келмей жатыр ма, сіздің өзіңізде. Ол емес, компания емес, өнім емес, өзіңізде. Өзіңіздің жүрегіңіз жанбаса, энергияңыз жанбайды. Энергия жанбаса, табыс келмейді. Сосын кейін біз сол корпорацияға барып көрдік. Көргеннен кейін жүрегіміз қозғалды ғой. Командам айтады ғой, Сайрагүл ханым дейді. Алла разы болсын саған, біздің көзімізді аштың ғой. Біз алдымызға не келсе соны сата беріпті қой. Біз қандай компания мықты десе жүгіріп бара беріпті қой. Ойбай, алғаш бір компания ашылды, басында қаламыз десе жүгіре беріпті қой. Оның түбі, оның историясы, оның болашағы ауызбен айтқанға сене беріпті қой. Міне факт, міне дәлел. Енді барамызда Аллаға шүкір тыныш ұйықтап жұмыс жасаймыз. Ұйықтаймыз. Мысалы бір компанияға барып аламыз да дейді, ұйықтап жатып, команда әкеп аламыз да дейді. Мына компания ертең жабылып қалмас екен деп қорқамыз. Мына компания ертең ақшамызды бермей қоймас екен деп қорқамыз. Сол қорқыныштымыздың бәрі бізден шықты. Барамыз да жарамыз деді, келді Аллаға шүкір. Сол 10 апарған командамның бәрі мықты. Бәрі 50%-ке, 60%-ке шығып жатыр.
энергиямен келіп жұмыс жасады. Сол үшін сіздерге айтқым келіп тұрғаны, сіз егер өзім өсем десеңіз, спонсорым өссін десеңіз, өзіңіз ғана барасыз. Өзім өсем десеңіз, команда барыңыз. Команда сізді өсіреді. Сол үшін сіз осы жерде отырған кім бар осы жерде? Кім тыңдап отыр? Значит, Аллах тағала сізге сол корпорацияға баруды қалап отыр. Шешімдеріңіз өте дұрыс. Бір рет шығады сіздерден 235 мың теңге или 280 мың теңге. Бір рет бір көйлек ала саламыз оған біз. Бір жерге туысқанымызды 10 адамды қонақ қылсақ, сол ақшамыз шығып кетеді. Ал ол жоқ болады арты. Ал мынау 235 мың теңге мүмкін сіздің өміріңізді өзгертуге бір мүмкіндік шығар. Дұрыс па? Сол үшін барлықтарыңызды аттанысқа келтіремін. Осы Джимо корпорациясын жүрекпен қабылдап келесіздер, бизнестеріңіз ұшады. Енді не істейміз? Біз компанияға алғысымыз шексіз, біз осылай барайық деп едік. Бізге қандай промоушн жариялап бересіңдер. Біз барғымыз келеді. Ол корпорация 2000 жаңағы 15-ден 19-не дейін 4 күн өтеді корпорация. Форум өтеді. 10 мың адамдық жиналыс өтеді. Қытайда ешқандай бұндай корпорация жоқ. Мен Қытайдан келген себепті Қазақстанда қандай компания мықты жүріп жатыр, Қытайда қандай корпорация мықты жүріп жатыр мен біліп отырам. Екі жақта да жүргеннен кейін WeChat-тан да ақпарат, WhatsApp-тан да ақпарат болғаннан кейін мен осы корпорацияны не үшін шешім жасадым? Миллиард халықты мойындатып отырған айына 7 миллиард 500 миллион алып отыралды. Мен әне күні 500 адамдық жиналысқа қатыстым деп айттым ғой. Сол 500 адамдық жиналыста барлығы миллиардерлер мен миллионерлер осы корпорациядан шығып, Қытайдың рыногында өте мықты жүріп тұрған корпорация. Сол үшін сол энергия, сол корпорацияға мен де сіздерді барып, бүгін 100% қабылдап отырсаңдар, ертең 200% қабылдап отыруларыңызға сенімдімін. Сол үшін не істейміз? Компания бізге мынандай мүмкіндік берді. Егер де дейді, мынандай промоушн жасап тыңдап алыңыздар, біз үлгірмейміз. Олар қандай промоушн берсе де біз үлгірмейміз. Өйткені компания ертең январдың 1 описание ашылып отыр. 15 күнде бізге олар промоушн жасап үлгірмейді. Бірақ сонда да ертең біз сендерді мынандай промоушн жіберді. Қазір мен айтам, егер сіздер бүгіннен бастап январдың 1-нен бастайсыздар. Январдың 1-нен бастап наурыз айы бар ғой, 2 ай. 2 ай уақыт береді. 2 ай уақытта былай. Егер боковойыңыздан волшебеткаңыз кете береді. Бір мықты лидер болады ғой адамда. Каждый адамда бір мықты лидер. Ол кете береді. Мына жақта боковойыңыздан 200 мың юан өздеріңіз артынан спонсорларыңыздан сұрап аласыздар. Мен просто сіздерге түсіндіріп айтам. Цифрларды артынан спонсорларыңыздан сұрайсыздар. 200 мың юан боковойыңыздан 2 ай ұстап тұрсаңыз, бұған жаңадан кірген партнерлерде, лидерлерде барлық партнерлер қатыса алады. Бүгін кеше келген емес. Только олар оборотты ғана есептейді. Январдың 1-нен бастап, январдың соңына дейін 200 мың оборот жаңағы юан жасаса, сосын кейін декабрдің 1-нен, наурыздың 1-не дейін сол оборотты 200 мың юан ұстап тұрса, сіздердің барып келу билеттеріңіз бүгін алайық деп тұрмыз ғой, соны қайтарып береді сіздерге. Түсіндіңіздер ғой, Егер де бір айдың ішінде 300 мың юан орындап тастасаңыздар, тоже қайтарып береді. Егер де бір айда 200 мың юан орындап, келесі айда орындай алмасаңыздар, сіздердің бару билеттеріңіз қайтарады. Енді оларға рахмет, просто бізге мотивация бергендеріне. Бірақ біз өзіміз шешім жасап, билет алайық деп тұрмыз. Дұрыс па? Сосын кейін қашан шығамыз деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. 15 январ. 15 январ кешкісін ұшамыз. Астанадан ұшатындар Астанадан ұшуға болады. Астанадан ұшатындар, 15 күні кешкісін билетке қарайсыздар. Біз Алматыдан 15 күні кешкісін ұшамыз. Жаңа айттым, Алматының бағасы бүгін 235 мың болып тұр, ертең 250 мың болуы мүмкін. Одан кейін 260 мың болуы мүмкін. Самолетқа билетті 1 орын, 2 орын, 3 орын алған сайын, самолеттің ар жақтағы орындық азайған сайын баға көтеріле береді. Сол үшін кім алдымен алады, сол арзан алады. Сіздерге мүмкіндік, ақшаларыңыз болса дереу ала береміз. Осы 3 күннің ішінде билет алып боламыз. Сосын кейін январдың 3-не дейін нақты қаншадан баратын біз айтамыз.
январдың ішінен. Январдың 4-і күні ойбай анауым қалқа январдың 3 деп қате айттым. Январдың 1-іне дейін нақты қаншадан баратынымызды компанияға айтып болуымыз керек. Олар бізге орналастырады. Не орналастырады? Бізге тамақ, жатақ бәрін өздері орналастырады. Біз тез самолет билетін алсақ қана болғаны. Январдың 15 күні кешкісін шығамыз, январдың 19 күні қайтамыз. Бірінші күні план, қазірге мен осы жақта жауапты адам бар ғой, сол кісіден сұрадым. Бірінші күні план деді, пока дүйсенбі күні тағы айтам деді. Біздің пока орналастыруымыз деді да, бірінші күні 15 күні кешкісін ұшсақ, 16 күн таңға барамыз. 11 сағат 11-да екен самолет билеті. Сағат 11-да. Таңғы 4-5-те барамыз ол жаққа. Сол жерде бізді күтіп алады. Біз Бейжіңге барамыз. Бейжің дегеніміз Қытайдың астанасы. Біздің Қазақстанның астанасы Астана ғой. Қытайдың астанасы Бейжің. 4,5-5 сағат ұшып барамыз. Содан ол жерден бізді компанияның адамдары күтіп алады да, бізді Анго қаласына апарады. Анго қаласы Бейжіңнен 2 сағат 1,5 сағаттық жол. Ол Анго қаласында біздің компания орналасқан. Зауыты орналасқан. Сол компанияның бүкіл несі сол жерде. Біз сол компанияны 16 күні аралап, компанияға экскурсия жасаймыз. Компанияны көреміз, зауытын көреміз. Өздеріңіз білесіздер, қаншама компаниялар бар. Зауытының есігінің қайда қарап тұрғанын әлі білмейді. Менің компаниям керемет, менің компаниям мындай деп айтады, бірақ зауытын қайда десе, есігінің қайда қарап тұрғанын білмейді. Ал Аллаға шүкір бізге міне мүмкіндік. Зауытқа кіресіз, көресіз, барлығын көріп қайтасыздар. Бірінші күні. Екінші күні 18 күні, 17-сі, 17 күні олардың 10.000 адамдық форумына қатысамыз. Яғни компанияның қаншалық уровеньда екенін, компанияның қаншалықты мықты екенін сол жерден көреміз. Яғни үшінші айтады ғой, қасындағы досыңа қарап өзіңді бағалайды ғой. Сол секілді сіздің компанияңызға қарап, сіздің қандай уровеньда екеніңізді бағалайтын сәт келді. Бұл жерде менің түсінгенім өте мықты адамдар келіп жатыр. Өзін жоғары бағалайтын адамдар келіп жатыр. Арманы биік адамдар келіп жатыр. Мынау беспонтовый компанияға істемейтін адамдар келіп жатыр. Сол үшін сіздер өздеріңіз үшін бір шапалақ қылып мақтансаңыздар болады. Үшінші күні не істейміз? Үшінші күні Бейжің, Қытайдың астанасы Бейжің. Ұлы-Қорғанды білетін кісілер бар ма? Ұлы-Қорған деген Қытайдың ең мықты несі бар. Бар. Қытайдың еңбек өте қолмен, аяғымен, еңбекпен бетіп жасап шыққан өте үлкен зданиялы. Олардың ең бетке ұстар тарихи несі. Соны көрсетуге және Бейжіңді аралатуға уақыт бөледі. Содан кейін 19-ы қайтамыз. 3 күндік планымыз осылай. Түсіндіңіздер ғой, Бұл жердегі мақсатымыз біздің аралау, қыдыру, көруді қоймаңыздар. Біздің мақсатымыз осы шешімдеріңіз сіздерді миллионер етуі мүмкін. Сол үшін сіз егер осы жерде отырып тоқтап қалсаңыз, 6 айдан кейін не боласыз? Егер осы қадаммен, компанияның берген бағыт-бағдармен жүре берсеңіз, 6 айдан кейін не боласыз? Бүгін соны ойлаңыздар. Алла бұйырса, осы компанияның жаңағы қандай уровеньда екенін, қандай зауыты бар екенін, мақсаты не, миссиясы не, соған өзіміздің арман мақсатымызды тоғыстыру үшін бара жатырмыз. Дұрыс па? Сол үшін де айтайын дегенім осы, тағы да бір ақпараттарым бар. Түсініңіздер ғой, сұрақтарыңыз болса, осыны осы жерден қойып алыңыздар. Саяхат туралы сұрақтарыңыз бар. Сәлеметсіздер ме баршаңызға? Сайрагүл ханым, мен саяхат туралы емес, барам Алла қаласа. Саяхат туралы тағы да айтып жеймін. Жандарым сол маркетингке шыққан жоқпын. Мен сіздердің спонсорларыңыз бар. Қазір бізге промоушн. Мен бүгін өте үлкен жұмыстарым бар. Білесіздер ме мен қашан келгенімді үйге? Таңғы сағат 5-те келдім. Тауар реттеп, тауар салып. Мен қазір бір компанияның жұмысын істеп отырмын деп айтсам артық айтпаймын. Біресе тауарын жіберіп отырмын. Енді мен ғана емес қой, командамда бар. Біресе нутрянкасын жіберіп отырып, ертең компанияның ашылуында ашылады ғой. Сол кезде өздерінің жұмысын алады. Қазір бір компанияның бухгалтері да мен отырмын, тауарын жіберсе мен отырмын. Өйткені мен баста болғаннан кейін ол жауапкершілік болу керек. Таңғы сағат 5-те келдім мен. Қазір 2 сағат ұйықтап, сіздерден кешігіп қалмайын деп осы зумға шығып отырмын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Өнім туралы, продукция туралы, маркетинг туралы, әркімнің өз спонсоры, соған жаздар. Қазір мен сізге түсініп тұрмын, Сайрагүл ханым. Мен до конца бітіріп алайын. Сіздер Қытайға барамыз деп тұрсыздар ғой, Қытайға баратын болсаңыздар, паспорттарыңыздың уақытын қараңыздар. Дереу паспорттарыңыз уақытын. Паспорттың уақыты бітейін деп тұрса, ол болмайды.
визасыз бара бересіздер, визаштырудың қажеті жоқ. Екінші, налогтан проблема бар ма, соған қараңыздар. Билет алып, ертең ұша алмай жүрмеңіздер, иә? Ал айта беріңіз. Менің просто маркетингті досконально от и до бір тыңдағым келеді да, мен осы Алматыда жүрмін ғой қазір, офисқа да келіп жатырмын. Бірақ каждый адам әртүрлі айтады. А я не могу. Алла бұйырса, енді мен тыңдаңыз, сіздің сұрағыңызға мен жауап беремін. Алла бұйырса, январдың 1-нен бастап бізде жаңа офис, жаңа бизнес-центрден алып дайындап отыр компания. Жаңа жылда жаңа энергиямен жаңа офистан бастаймыз. Сол жерде күнде система болады. Күнде лидерлер сабақ өтеді. Өнім туралы, маркетинг туралы. Біз қазір стартапта тұрмыз ғой. Я, енді ертеңнен бастап официальный январдың 1-нен ашыламыз. Сол кезде сол жерде мен де боламын, барлық сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Я, қазір менің де елдердің де уақыттарын алмаңыздар. Тағы саяхат туралы сұрақтарыңызды айтыңыздар. Паспортым менің Таразда, өзім осында Алматыда не істеймін? Билет алайын деп отырмын. Қалай аламын? Паспортты онлайн ала беруге болады. Мен паспортты қайдан алдырам? Мен Қытайда паспортты арнайы алатын бала бар да, сол балаға Ардақ ханым арқылы жөткейміз. Ардақ ханым алдырып отырады, спонсорымыз бар Қытайда. Қытайдан алады бізге паспорт. Соған жібере саламыз. Өйткені мен қате жазып алуым мүмкін. Бір цифр, ол енді официальный самолетта істейтін бала екен да. Біз ылғай Қытайға барғанда, күндері 13 адам барғанда содан алдырдық. Сол бала барлығын конкретно алып беретін болады. Одан тек паспорттарыңызды маған онлайн жібересіздер. Ақшаны әркім өзінің спонсорларына. Ақшаны әркім өз спонсорларына берсін. Маған мен жақтан жан-жақтан ақша тасым болсаңыздар, мен даже сіздерді танымаймын, командамды. Кеше 60%-ке, 50%-ке шығып жатыр. Алла разы болсын, мықты, молодец. Кеше Айман ханым да 60%-ке шықты, құттықтап қояйық. Ол кісілерді мен шынымды айтсам командадан әлі танып үлгерген жоқпыз да. Тура қарқынды жүріп жатқаны соншалық шок болып жатырмыз ғой. Күнде біреу 50%, күнде біреу 60%-ке шығып жатыр. Міне өте үлкен жетістік. 60% білімдерлер. Жаңағы немене бойынша, билет бойынша. Жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, Астанадан алыңдар, немеден алыңдар, өздерің алыңдар деп. Сонда әркім өз бетімен ала берсек, ертең бірімізден жерді таба алмай қалып. Мен айтып отырмын сіздерге. Қытайда Ардақтың өзінің орналастырып тұрған адамы бар. Сол алып береді. Мен де ала алмаймын. Ертең қатал қоюымыз мүмкін. Бір цифрдан бір әріптен қате кетсе, ол профессионал бала алып береді. Сіздер просто спонсорларыңызға мына жерде Дархан мырза, сосын кейін Әлия ханым бар, Жанар ханым бар, менде личниктарым бар ғой, солар арқылы мен аламын сіздерден. Сарагүл ханым, біздің паспортымыз бар ғой. Қалып қойып жүрмесін. Маған жан-жақтан жамырап паспорттарын лақтырып ақшаларыңызды атпаңыздар. Біреулеріңіз қалып қойып, сосын кейін мен жауаптылыққа жүрмін. Давайте уточним. Сол, мысалы, біз паспорттың копиясын жібереміз ғой, енді фотоға түсіріп алып. Соларды өзіміздің спонсорға жібереміз бе, бірінші ақшасымен бірге. Ал ақша қанша тұратынын кім айтады бізге? Жаңа мен айттым, дәл бүгін алсаңыздар 235 мың болып тұр. Дәл бүгін. Бүгін алсаңыздар болғанда біз қайтып аламыз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой. Енді мен сіз ақшасын айтып тұрмын. Сіздерге ақшасын айтып тұрмын просто. Қанша билет деп тұрғаннан кейін. Енді сіздер спонсорларыңызға жіберу арқылы біз Ардақтан ан-жақтан алдырамыз деп тұрмын ғой. Біздің паспортымыз, біз осы Қазақстанның паспорты ғой. Соны жібереміз ба сізге? Спонсорларыңызға. Сол Қазақстанның паспортын, иә, российский паспортымызды. Загранпаспорт болмай ма? Загранпаспорт, иә. Тағандай сұрақтар саяхат туралы. Сол саяхат туралы сіз паспортты жасап бере ма? Жоқ, билетті жасап. Түсінбей қалып. Саяхатқа барып көрсеңіздер, жағаласып сөйлеспеңдер ше, саяхатқа барып жүрсіздер ғой, паспортқа неге барып жүрміз. Сайрагүл, анықтап, спонсорға жібереміз, қанша жібереміз, оның бәрін кім айтады? Біз қардан қарап бере алмаймыз ба? Біреу мысалы 288, біреу 200 дейді, біреу 250 дейді. Білмейміз ғой қанша. Астанадан билет алатын, Астанадағы билет алатын кісілер жаңа 288 деп отыр, мен оны жаңа біліп отырмын да. Мысалы, Алматыда 235 мың деп көрдім мен жаңа. Қазір өздеріңіз қарасаңыздар болады, өздеріңіз көре аласыздар. Пекен, Алматы деп қарасаңыздаршы. Пекен, жоқ, Алматы, Пекен деп қараңыздар, Каспийге кіріп, бәрлеріңіз шығып тұрады. Мен билет алып қойдым ғой, сонда да жіберем ба? Менде 224 мың деп шығып тұр.
билет алатын кезде мені қараңыздар, билет алып жүрген, өзіне уверен адамдар болады ғой. Соған мен уақытын айтам. Осы уақытта билет алыңыздар, өздеріңіз ала бересіздер. Әуел алып жатыр, кешеден бері сытырлатып біздің лидерлер өздері, мен уақытын айтып қойдым. 20 сағат түнгі. Алып қойдым, бірақ билет сонда да паспортты жіберем ба? Билет алып қойдым, сонда да паспортты жіберем ба сізге? Жоқ, керек емес маған. Маған керек емес паспорттарыңыз. Біз бар ғой, мен тыңдаңыздаршы, мына саяхатқа баратындарға арнайы чат құрамыз, сол жерден сұрайсыздар, Енді қараңыздар, бұл жерде кім барады? Статус жауғандар барама деп жатыр. Жоқ, не обязательно. Сіз партнер болсаңыз да барасыз, партнер болмасаңыз да барасыз. Өйткені бұл жерде біз саяхаттаудың мақсаты осы корпорацияны көріп, қаншалықты деңгейде екенін, компания туралы ақпарат білуге, компанияны өзіміздің жүрегімізбен қабылдауға кетіп баратырмыз ғой. Келгеннен кейін алаңсыз ұйықтау үшін деген сияқты. Алаңсыз команда жинау үшін, дұрыс па? Осы ертең сіздерде адамдар бар, басқа компания лидерлері бар, Сол кісілер барамыз деп интерес берсе, партнерлар болмаса да бара беруге болады. Басқа адамдар болса да, мен осы компанияны барып көрсем, жүрекпен қабылдап істесем деген адамдар, не обязательно партнерлар, барлық адамдарға баруға болады. Мен мысалы 13 адаммен барып келдім, біреу пропискаға отырған жоқ. Барып көріп қайтып келдік та, бәріміз пропискаға отырып, міне, обороттан оборот кетіп жатыр. Бірінші айда 60 миллион оборот жасадық, білесіздер ма? Екінші айда 150 миллион оборот жасадық. Үшінші айда вообще күшті болып жатыр. Осы айдағы оборотымыз вообще күшті болып жатыр. Енді мен сіздерге айтайын, бірінші тема осы бітті. Енді мен сіздерге чат құрамын, саяхат Пекинге деп. Сол жерге тек қана баратын естілмей қалды, үзіліп. Сіздер өте бақыттысыздар. Бұл қай болды емес, компания Сіз біз стартапта 13 адам апарып келген кезде біз сетевтар білесіздер ғой, жаңа бағаннан кейін тоқтата алмай қойды ғой бізді ешкім. Сөйтіп обороттан оборот жасап, 2 айдың ішінде бәленбай оборот жасап, алды 20 миллион чекке шығып, күнде миллиондап ақша тауып отыр лидерлеріміз, күнде. Бізде 25 жыл болған лидерлеріміз бар. Мынандай корпорация көрмедік дейді. Мынандай келесі ашыласап 10 миллион чекке шығып жатырмыз. 20 миллион айлыққа шығып жатырмыз. Мынандай корпорация көрген жоқпыз. Біз қанша сетте жүрміз дейді. 2-3 ай оны стартап жасап адам жинап жүреміз дейді. Содан кейін патефон барып көтерілеміз дейді. Мынау резко көтерілді. Не деген керемет. Өйткені бізде өте керемет маркетинг бар, шектеусіз ақшалатын. Және бізде өте керемет өнім бар. 3 айдан кейін өнімін көресің деп отырмаймыз. Момент адамдарға көмектесіп жатыр, көріп отырсыздар, Отзыв момент көмектесіп жатыр. Неге? Өйткені бұл Қытайдың тарихы ұзақ жылдық емдік шөптерінен арылған өнімін әкеледі да, квантовый медицинамен осындай жаңа заманауи етіп шығарып жатқан себепті адамдарға моментально көмектесіп жатыр. Квантовый жатқан керемет медицинасы, Американың медицинасында. Яғни қазір ешқандай қан шығармай жасайтын дәрежеде. Естілмей қалды тағы да.
мен жаңа. Тоқтата алмай қойды ғой бізді ешкім. Сөйтіп обороттан оборот жасап 2 айдың ішінде бәленбай оборот жасап сап, алды 20 миллион чекке шығып, күнде миллиондап ақша тауып отыр. Мен алып Астанаға анау Сайраннан салып жіберіп жатырмын. Бүгін салып жіберсем, Сайранға неден? Ертең алады. Немесе Қазпоштадан салам. Қазпоштадан салсам, Саламатсыз ба, орынша қалайсыз, аман есенсіздер ме? Не жаңалықтар бар? Өткендегі ақшаларыңызды өндірдіңдер ме? Ана бір шетелдің компаниясында деп едіңдер ғой. Соның жағдайы қалай болып жатыр, бәрі дұрыс па? Көп рахмет, мені бір компанияға қосып қойыпсыздар ғой, Джимума қалай? Мен мұнда Атыраудың қыздары қосып қойған, уже пайдаланып жатырмын.